Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай оңай, өте дәмді хит салат дайындайтын боламыз. Көп уақытыңызды алмайды, тек жұмыртқаны қайнатып алсаңыз болғаны, қалғаны 5-ақ минутта дайын болатын салат. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қоя қойсаңыздар болады. Бірінші осындай копченый сосисканы алып, осылай сопақша етіп қиғашынан турап аламыз. Сосисканың орнына копченый колбаса пайдалансаңыздар да болады. Енді сырды ұзынша етіп бөліп, осылай тура ортасынан 3 бұрышты етіп, қатты қалың қылмай, қатты жұқа қылмай, осылай турап аламыз. Ендігі кезекте салат жапырақтарын турайтын боламыз. Салатный листья жуып алып, бірінің үстіне бірін қойып, осылай үлкендеу көлемде 4 бұрышты етіп тураймыз. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Описание бөліміне кіріп, түрлі салаттарды көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ендігі кезекте тұздалған қияр, магазиндегі кәдімгі банкіде сатылатын қиярды алып, осылай турап саласыздар. Помидорды да осылай тураймыз да 3 бұрышты көлемде турап шығамыз. Кішірек помидор алсаңыздар да болады. Мендегі бары осы болды. Ендігі кезекте жұмыртқаны да қайнатып алып, осылай әдемілеп турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, соңында тұз саламыз. Тұзды қалауыңызша саласыз. Маған шамалы салаттың ашылау болған ұнайды, сондықтан тұз салдым. Сіз салмай қойсаңыз да өзіңіздің еркіңіз. Және майонез салып, жақсылап қасықпен араластырамыз. Міне өте қанық түсті, әдемі салаттың түсі шықты. Енді ыдысымызға салып, оның үстіне чечилді осылай ұзынша етіп, әдемелеп қойып шығамыз. Алдын ала осылай чечилді бөліп дайындап, үстіне қоя салсаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы болды. Міне өте дәмді, 5-ақ минутта дайын болатын салат, өте оңай. Асыққанда тез дайын бола қалатын салат. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне таратып қоюларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.